Мәдина қаласында Құба деген мешіт бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекше жақсы көрген, және ол мешіт қазір Құранда сипатталады, соны айтатын боламыз. Сол мешітке пайғамбарымыз түседі. Және ол мешіттің пайғамбар түскен соң алайшының аяғы тигеннен кейін сол шарапатты құрметке ие болатын мешіт болады. Қай мешіт ол? Құба мешіті. Ол мешіттің сол хозяйны кезінде болған Амр ибн Ауф деген кісі, сол кісі орнығады, пайғамбарымыз күтеді. Сол пайғамбарымыз ол жақта өз мешіт негізін қалап берген соң шарапатқа ие болады. Осы нәрсе бір тетелес болып келе жатқан Муаттаб ибн Құрайшқа ауыр тиеді. Сондай ауырға бөленіп кетті, ол сондай, біз одан қалып қалдық деп әлі іштей не болады, іштей күйе бастайды. Осы кісі болады. Және осы кісі түсінікті үшін үйіне жинап алады да, адамдармен әңгіме қылады да, сол іштегі өзінің болын айтады. Ана кісі бізден озып кетті, ол осындай шарапатқа ие болды, біз онда ие болмай қалдық деген сияқты нелерді әңгімелер айтады. Бұл бір кісінің оқиғасы. Және осыны тыңдап отқан кім арасында бір кісі болады, ол кім дейтін болсақ, Сағлаба ибн Хатиб деген кісі. Сағлаба ибн Хатиб деген кісі болады. Ол кісі осы нәрсенің бәрін естіп отырады да, ол кісі былай деп айтады: Инна хаммака мин бани аммик лахум ясир дейді. Сенің мына айтып отқан әңгімеңнің бәрі менің жаңағындай тетелес болған кісімен озып кетті деп сөз таласуың бір қатты қайғыратын нәрсе емес қой дейді. Бұл өте жарасы өте жеңіл деп айтар. Бізге проблема болып жатқан нәрсе мынау Мұхаммедтің әкелген діні деп айтады. Бұның діні күн сайын өсіп жатыр, үлкейіп жатыр. Біләл болатын болса, адамдар азанға шақырады, адамдар намазға барады, адамдардың азаймайды. Үйсо Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қасында адамдар күн сайын өсіп жатыр, үлкейіп жатыр. Бұның не істейтін, тоқтайтын түрі жоқ, үлкейіп кетті деп айтады. Ана болатын болса, озып кетті деген қайғы отыр ғой. Мына кісілер болатын болса, қайғысы мұсылмандардың күн сайын көбейіп кеткенде, одан соң қатты тиетіндігін айтады. Сосын барып осы әңгімені тыңдап отқан арасында Уадия ибн Амир деген кісі болады. Бұл кісінің үшінші несі болады, уәж болады. Сол кісі айтады: сендердің айтып отқан нәрселерің бәрі екеудікте жай нәрсе ғой дейді. Ана біреу чисто не отыр ғой, лишний нәрсе, ағайындағы озып кетті отыр. Мына кісілер болатын болса, мұсылмандардың күн сайын көбейген, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам санын арту олар қиын тиіп жатқан болса, ал мына кім болады? Үшінші кісі Уадия ибн Амир деген кісі айтады: сендер айтқан нәрселерің босады, одан да үлкен нәрсе айтайын сендерге. Маған бүгін Амир жаңа айтқанымыздай, сабақ бастайды ғой, кім еді бағанағы кісі? Нені пайғамбарымыздың балағаты қашып кеткен кісі кім аты еді? Абу Амир Рохиб деген кісі. Естіңіздер ғой, Абу Амир не? Рохиб деген сөз. Үші кісілер аттар енді жаттаған жасты ойлаймын. Сосы кім айтады? Уадия ибн Амир айтады: маған бүгін Абу Амир Рохибтен хат келді деп айтады. Білесіңдер, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам дініне дұшпандығы бар еді. Бұл шамамен түсінікті үшін хижреттің 9-шы жылы болған оқиға. Ол болса Бәдірде қашып кеткен. Бәдір, Ухуд, ол хижреттің 2-3 жылдар болған әңгіме ғой. Қашып кетеді. Примерно 6 жыл сыртта жүр сонда. 6 жыл не істеп жүр? Сыртта жүр. Жаңағындай өзінің дұшпандық әрекет істейін деп. Ана жаққа барып қол жинайды, мына жаққа барып қол жинайды. Сөйтіп ол кісі сөйтіп жүреді, және оның әлі мұсылмандарға деген өшпенді жүрегінде жиналып қалған адам болады дейді. Және ол кім? Абу Амир хат жазған екен: мен қол жинап жатырмын. Сол мұсылмандарды құрту үшін, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды қуу үшін мен қазір Римнің әскерімен сөйлестім. Олар бізге жәрдем беріп жатыр. Бірақ сендерден маған бір жәрдем керек. Сендер маған сонда жер істетпесеңдер, мен ол жаққа барып күте тұратын, немесе мені қорғайтын деп айтады. Пана болатын, убежище, база істейтін жер істетпесеңдер деп әлі хат жазып жүреді. Сол айтады: егер база істейтін болса, Абу Амир Рохиб келетін болса, сосын Рим әскерімен келетін болса, сөйтіп үлкен күш келеді, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды жеңеді, өлтіреді. Сосын біз бәріміз жайбарақат жақсы күйде өмір сүреміз. Сөйтіп бұлар ұзақ жылдар бойы жасаған стратегияларын айта бастайды.